Уран өндірісіндегі шығынды 20 миллион долларға қысқарту жолы қандай? От пен суда сыналатын отандық өнім. Темір жол тарифінің теңіз портына игілігі. Алдағайдан бастап Астана-Лондон, Астана-Франкфурт бағытында эконом класспен ұшатын жолаушыларға ерекше ыңғайлы орындар ұсынылмақ. Әр рейсте осындай 12 жатын орын болады деп күтілуде. Тұтынушыға осындай тың қызмет ұсынып отырған ұлттық әуе тасымалдаушысы 2014 жылы рекордтық көлемде табыс тапты. Эйр Астана компаниясының операциялық кірісі 35% артып, 97,7 миллион долларды құрады. Жолаушылар ағыны 3% артып, 3 миллион 800 мың жолаушы діттеген жеріне әуе бағдарымен жеткен. Бұдан бөлек компания өзінің операциялық шығындарын 7%-ға қысқартты. Тұлпар Тальго зауыты испандық жолаушылар вагонын құрастыру технологиясының соңғы сатысын меңгерді. Кәсіпорын биыл жоспарлы қуатына шығып, 153 вагон құрастырмақ. Осы қарқынның арқасында 366 жаңа жұмыс орны ашылды. Ені 2 метр 95 сантиметр вагондар құрастырған зауыт енді вагонды 3 метр 20 сантиметрге кеңейтуді қолға алды. Нәтижесінде 2016-2019 жылдар аралығында кәсіпорында 603 жолаушылар вагоны құрастырылмақ. Қазатомөнеркәсіп ұлттық атом компаниясы халықаралық банктермен 450 миллион долларлық несие алу туралы келісім шартқа қол қойды. Қаражат мамыр айында толық өтелуі тиіс. Еврооблигацияларды қайта қаржыландыруға жұмсалмақ. Несие 2% өсіммен 4,5 жылға беріледі. Қазатомөнеркәсіп 2010 жылы 500 миллион долларлық еврооблигациялар шығарған болатын. Енді 5 жылдық құнды қағаздарды 6,25% үстемемен сатып алатын кез келді. Қазақстанда өндірілетін уранның көлемі 20 мың тоннадан жылына асады. Яғни бұл 20 миллион килограмм деген көлемде өндірілетін зат. Ал егер әр килограммнан келетіні біз кемінде $1 төмендетсек, онда жалпы санағанда жылдың ішінде Қазатомпром кемінде 20 миллион доллар пайда табады. Жалпы біздің әрине мақсатымыз ол деңгейден кішкене жоғарылау деңгейлерге жету. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының жаңа тарифтері Ақтау теңіз портының жүк айналымын арттыруға сеп болды. Еліміздің теңіз қақпасы арқылы өткен тауар көлемінің 60% темір жолмен жеткізілген. Нәтижесінде жүк айналымы бірден 10%-ға артты. Атап айтқанда металл тасымалы 71, ал бидай тасымалдау көлемі 33%-ға өскен. Осылайша өткен 2014 жылы Ақтау теңіз порты арқылы 10 миллион 300 мың тонна жүк тасылды. Құрылысы жаңадан қолға алынған теңіз портының солтүстік терминалы транзиттік потенциалды тағы 3 миллион тоннаға кеңейтеді. Құрылыс алаңының аумағы 22 гектар. Онда кемелер тұрақтайтын 3 айлақ пен 1,5 миллион тонналық бидай терминалы салынбақ. Бұдан бөлек бір мезетте 1 миллион тонна контейнерлік жүктерді қабылдайтын кешен бар. Елорда іргесіндегі бұл кәсіпорында озық үлгідегі тепловизор мен тас қараңғы түнде көруге арналған оптикалық дүрбілер құрастырылады. Жоғары технологиялық өнімге зияны тимес үшін мамандар өз денесіндегі энергияны да бақылауда ұстайды. Ерекше сезімтал электронды платаға арнайы білезік тақпаған адамның саусағының ұшы да тимеуі тиіс. Это как бы мозг его. Алдымен электронды карта арнайы жабдыққа салынып, паста жағылады. Соның арқасында платаға қосалқы бөлшектер орнатылып бекітіледі. Мамандар бір платаны әзірлеуге 2 апта, ал тепловизорды толық құрастыруға тағы 1 апта жұмсайтынын айтты. Осыдан соң әскери тәртіпке сай өнім әлденеше мәрте тексеріледі. Наши приборы стоят под водой, метр под водой 30 минут. Это военный стандарт. И для того, чтобы военный может под водой спрятаться с прибором вместе. Бұдан бөлек әскерге арналған жарақтар жоғары қысым мен ауа райының күрт құбылуына шыдап беруі тиіс. Ылғал мен діріл, тіпті құлатып тексеру сынағы бар. Қаз-қатар тізілген мына өнімдер осындай сынақтарда сыр бермеген. Қазақстанда жасалған өнімнің қуаты көздеген нысананы 4-6 есе жақындатып көрсете алады. Ана бірі А230, O2 екі көзі киетін. Оны ала жаса биыл шығарамыз. Оны бастаймыз, биыл шығаруды бастаймыз осыған. Айырмашылығы осы екеуінің несі, мынаның линзасы үлкен, мынаның көптісінде линзасы кішкентай, жеңіл, мынау біраз ауыр, екі көзге тағылады. Зауытта 90 маман еңбек етеді. Басым бөлігі шетте техникалық мамандықтарды меңгеріп қайтқан қазақ жастары. Өндірістегі отандық үлесті 2018 жылы 67%-ға жеткізу көзделіп отыр. Дамыған мемлекеттердің қатарындамыз ғой. Бағасы сапасына сәйкес келу керек деп ойлаймын. Мен ойлаймын болады деп. Себебі адамдар бар, істейтін, оқып келген, білетін адамдар бар. Сонымен қоса көптеген керек құрал жабдық, керек ақша бар. Салуға болады. Енді үлкен дамыған мемлекет қатарына еніп келе жатырмыз ғой. Ол салса аламыз әрине өзімізде істелініп жатса. Не тактап, шеттен келгендерді алып жатырмыз ғой. Қаншама.
Құрметті көрермен, егер сіз Самұрық Қазына компаниялар тобында еңбек етсеңіз, өзіңізді толғандырған түйткілді сұрақтарды қор жетекшілері мен еншілес кәсіпорындардың бірінші басшыларына тікелей жолдай аласыз. Өз кезегінде корпоративтік коммуникациялар бөлімі әр сұраққа толымды жауап алуға тырысады. Ең өзекті сауалдар СК News бағдарламасының келесі шығарылымында жариялана бастайды. Сауал жолдау үшін Самұрық Қазына акционерлік қоғамының бірыңғай порталына тіркеліңіз.